Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін осындай керемет, әдемі мерекелік дастарханға өте дәмді салатты роллы жасайтын боламыз. Бұл салатымыз біздің кабачки мен баклажаннан жасалатын болады. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін көріп, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендігі бізге бірге жасап көрейік. Алдымен біз осындай кабачкиміз бен баклажанымызды жақсылап жуып тазалап, осындай арнайы слайс қылып кесетін үткішпен өткізетін боламыз. Осындай жұқа әдемі болып шығады, бәрі бірдей болып. Осылай барлығын де кабачкиді да баклажанды да осылай өткізіп аламыз. Мына осылай қазір видеода көрсеткендей қылып барлығын осылай кесіп шығамыз. Қатты қалың емес, жұп-жұқа емес, орташа қалыңдықта болады. Осылай барлығын кесіп шығамыз. Мына осылай барлығын дайындап алдық. Енді осы дайындап кесіп алғаннан кейін бұл баклажан мен кабачкиді біз духовкада пісіретін боламыз. Мында жұмыртқа, мына бізге жұмыртқа қалауымызша, керегімізше аламыз бізге неге жететіндей қылып. Мына осылай жұмыртқамызды жарып былғап аламыз да, және де осындай панировочный сухарий қолданатын боламыз. Осындай ақ түстен қолданамыз. Ендігі осылай кабачкиімізді осылай екі жағынан да бірдей батырып алатын боламыз жұмыртқамызға. Содан кейін осылай панировочный сухарийге екі жағында бірдей осылай аунатып шығамыз. Осылай дайындап алғаннан кейін осылай пергаментный бумага жайып, немізге формамызға жайлап осылай барлығын рет-ретімен қатар қойып шығамыз. Мына осылай жақындап көрсетейін, осылай жасап аламыз барлығын. Өте жасалу оңай, ұзақ уақыт талап етпейді. Жасап, кесіп, дайындап, тек духовкаға сала қоясыздар. Мына осылай барлығын. Дәл осылай баклажандарымызды осылай екі жағында да, екі бетіне де аунатып, жұмыртқаға және де панировочный сухарийге аунатамыз да, барлығында формаға қойып шығамыз. Енді осы барлығын дайындап болғаннан кейін 180 градуста 15 минутта пісіріп алатын боламыз. 15 минутта толық пісіп шығады. Егерде пергаментный бумағыңыз болмай қалған жағдайда астына жұқалап май жағып жіберсеңіздер болады формаға. Және де осылай дәл видеодағыдай осылай жұмыртқа аунатып, панировочный сухарийге аунатып, осылай қатармен қойып шықсаңыздар болады. Майды қатты көп құймаймыз, жұқалап жағып шығамыз. Ендігі осыларды барлығын пісіріп шығамыз. Біздің нелеріміз піскенше біз ендігі салмасын дайындаймыз. Бұнда менде творожный сыр және де укропты жақсылап уақтап турап аламыз. Барынша уақтасақ өте әдемі болып шығады. Осылай жақсылап уақтап шығамыз. Ендігі біз осылай укропымызды кесіп алдық. Ендігі мында грек жаңғағында біз тазалап жуып, бір 10 минутқа духовкаға салып алсаңыздар болады. Кептіріп, сонда өте қатарлақ, өте керемет, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Жуып тазалап, духовкаға салып алсаңыздар. Мұны енді грек жаңғағында осылай жақсылап барлығын уақтап турап шығамыз. Уақтап туралса өте керемет болып шығады. Мұны грек жаңғағында дайындап турап алдық. Енді біз мұндай сарымсақ қосамыз. Өте ұсақ өткізгіштен өткіземіз. Осы өткізгіштен өткізіп алғаннан кейін дәміне қарай бұрыш қоссаңыздар болады. Қалауыңызбен. Мұны осылай барлығын жасап алдық, бір араластырып жіберіп, ендігі біз үстіне оливка майы
құятын боламыз. Оливковый май болмаған жағдайда, құйғыңыз келмеген жағдайда бір ас қасық майды салсаңыздар болады. Осы оливковый майымызды құйып, барлығын бір араластырып шығамыз. Мына біздің салмамыз дайын болды. Ендігі мына біздің духовкада пісіп шыққан баклажан мен кабачкеміз дайын болды. Біздің өте әдемі болып, керемет болып пісіп шықты. Ешқандай күйген де жоқ. Жақсы болып пісіп шықты. Енді осыларымызды, роллымызды жинап шығатын боламыз. Осылай баклажандарымызды қойып, үстіне осы салмаңызды жақсаңыздар болады. Жақпаймын десеңіздер, бір қасықтан қойып орап шықсаңыздар да болады. Осылай жақсылап жағып шықтық. Дәл видеодағыдай жасап, орап жасасаңыздар өте керемет болып шығады. Міндетті түрде сіздер де осылай болып шығады. Әдемі болып. Осылай барлығын жинап шығамыз. Өте керемет, жеңіл жасалуда, дәмі де керемет. Мерекелік дастарханға қонақ келгенде дастарханыңызды ашып тұрады, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай барлығында видеодағыдай жасап шығамыз. Кабачкиді да дәл солай баклажан сияқты жағып, шұқалап орап шығатын боламыз. Мына біздің роллымыз дайын болды. Мына осындай керемет болып, бір жағынан кабачкиді, бір жағынан баклажанды осылай орап жинап шықтық. Қатарымен әдемілеп. Ендігі үстіне осылай жуылып кептірілген рукколаны салып шығатын боламыз. Руккола ұнамаған жағдайда лисе салатты жұқалап, ұзыншалап турап осылай қойып шықсаңыздар болады. Барлығы да өзіңіздің қалауыңызбен, фантазияңызбен жасасаңыздар болады. Ендігі мен осылай әдемілеп үстіне қазанға қойып шықтым. Және де көйлек жаңағының үстінен осылай сеуіп шықтым әдемілік үшін. Әдемілеп жақсылап сеуіп шығамыз. Және де үстінен бальзамический соуспен әдемілейтін боламыз. Міндетті түрде сап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге және келген қонақтарыңызды таң қалдырып, осындай әдемі салатты ролл жасап көріңіздер. Осы салатымызды ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Рима. Келесі видеода кездескенше баршаңызға да ас болсын.